Қайлы күн оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қазір таңда жаңа түсірілім барысында жүрміз. Қаламыздағы бағалы райондардың бірі СПМК 70 аймағынан Тараз 7-ші үй, осындай керемет коттедж үйіміз сатылымға шыққалы отыр. Осы видеоның соңынан көріңіздер, сіздерді қазір толықтай таныстырып шығатын боламын. Енді бұл ауламыздың көрінісі, ауласы толықтай міне стяжкіленген, осы көшеден бастап. Мынау оң жағымызға қарайтын болсақ, бұл жаңағы Астана микрорайондағы жаңа үйлерді көруге болады. Сосын мына тұста жаңағы ана мен бала бар, облакимат бар, Назарбаев мектебі, тағы не айтсақ болады. Мына жерде жаңағыда солған біздің мешітіміз бар. Енді жүріңіздер, үйдің ауласына қарай өтіп сіздерді таныстыратын боламын. Үйіміздің ауласы міне осы жерден басталады. Мына жақта бір машина сыйымдылығымен гаражымыз бар. Абайлаңыз, қабаған ит. Енді бұл ауламыздың көрінісі жер телімі 10 сотықты құрайды. 10 сотыққа барлығын сыйдырып, енді керектің барлығы бар. Сыртқа әжетхана, гараж, баня, енді бұлардың барлығын қазір сіздерге бірінші үймен танысып шығайық. Сосын барып, осы қоспа стройкамен таныстырып шығатын боламын. Мына жақтың барлығы жаңағы қоспа стройка, қазан ошақ қоятын жер. Енді міне мына тұсы жаңағы сыртқы көрінісі ғой енді. Асықпай қарап шығыңыздар, камера барлығы орнатылған. Енді бұл жалпы 3 қабатты үй десек те болады. Жалпы цокольный этажы бар, астыңғы этажында. Енді жүріңіздер, үйдің ішімен сіздерді таныстырып шығатын боламын. Кеттік. Енді қош келдіңіздер, кіріңіздер үйге қарай. Үйіміздің кіреберісі, кіргеннен кейін оң жағымызда осындай әдемі үлкен прихожный шкафымыз күтіп алады. Кіргеннен кейін сол жағымызда бұл қонақтарға арналған санузел. Şimdi көрсетіп шыға ғой. Мына жақта жаңағы әжетханамыз бар. Екеулік орналасқан. Нәтижесінде жаңағы қол жуу орны да бар. Енді мұнда бірінші қабатымыздың холлы, осы холлдың барлық бөлмелері тараған. Кіргеннен кейін жүріңіздер, оң жағымызда үйіміздің несі орналасқан, үйіміздің кіші залы десек те болады. Бұл үйіміздің кіші залы, ал үлкен залы мына жақта. Үйіміздің үлкен қонақ бөлмесі. Келген қонақтарыңызды емін-еркін қарсы ала берсеңіздер болады. Үйіміздің ішкі ауданы айта кеткенімдей 408 шаршы метрді құрайды. Есіктерін қарасаңыздар, енді бағалы ғой, енді білетін адамдар өзі түсінеді. Ағаштан жасалынған, еденіміз ламинат. Енді мына тұсымызда үйіміздің қазақ бөлмесі десек те болады. Қазақ бөлме, келген қонақтарды осы жақта қабылдап күтіп алсаңыздар болады. Мына тұста осындай әдемі каминіміз бар, бұл жанып, қазір жанбай тұр, қазір қосу керек бұны. Енді жүріңіздер, екінші қабатқа өтейік. Баспалдағы мініп түсуге қолайлы. Үйіміздің ішкі ауданы жаңағы айта кеткенімдей 408 шаршы метрді құрайды. Енді екінші қабат, енді көбінесе бұл жатын бөлмелері көп қой енді бұл жақта. Жүріңіздер, енді кезек-кезек жатын бөлмемен танысып шығайық. Тұста үйдің бір жатын бөлмесі бар. Балалар бөлмесі десек те болады. Үйіміз ашық, жарық. Енді аурасы ерекше. Мына тұста үйдің кішкентай бөлме. Мына тұста 2 санитарлық торабымыз бар. Екінші қабаттың санитарлық торабы ғой, жуын бөлмесі және әжетханасы. Және де маған ұнағаны осы тұста әдемі балконымыз бар. Аула бетті өстіп қарап тұрсаңыздар болады. Кеттік, әлі жатын бөлмелері біткен жоқ осымен. Мына тұста үлкен жатын бөлмесі бар. Терезеден вид енді әдемі. Жаңағы сыртқы камераларымыз, осы жақтан үйіңізді қарап отырсаңыз болады. Енді бұл қонақтарға арналған жатын бөлме. Қонақтарыңыз келіп қалса, осы жақта жатқызасыздар. Және де соңғы жатын бөлмеміз бар. Енді бұл жаңа кірген кіреберісіміз, бұл бірінші қабатымыз. Енді жүріңіздер, жаңағы цокольный этажымызға қарай өтейік. Бұл жақта да бөлмелер көп, әдемі жасап қойған. Алдағы уақытта енді өздеріңіз демалыс орнын жасайсыздар ма, керемет істеп алуға болады. Енді бұл бірінші қабатымыздың міне бұл холлы. Холл және кіргеннен кейін мына тұста жүріңіздер. Қазіргі таңда үй иелері жалпы ас бөлмесі осы жақта орналасқан, осы жақта тамақ дайындап, осы жақта ішеді. Және мына тұсымызда цокольный қабатымызда да бұл жақта да жатын бөлме бар. Үлкен жатын бөлмесі. Бұл жаңағы жоғары қарай шығып кететін, бұл неміз цокольный этажымыздың жоғары қарай шығып кетеді, есігі бар. Енді бұл мына тұста енді бұл бөлмені көрсетпей қойын, бұл бөлмеде енді жаттар көп. Кладовкамыз ғой енді үйіміздің, бұл да бір бөлме. Енді жүріңіздер, үйіміздің сыртқы жақ ауласын таныстырайын сіздерге.
Үйімізден міне шықтық. Сіз тұрған жер үйіміздің ауласы примерно былай қарап тұрсаңыздар осылай көрінеді. Жүріңіздер енді қоспа сорокмен сіздерді таныстырып шығайын. Кезекпен кезек асықпай. Біріншіден бастайық. Енді керектің барлығын жасаған, енді өзіміз тұрамыз деп салған. Басқа қалаға көшу саласымен енді сатып жатыр. Енді бұл гаражымыз көріп тұрғандағыдай. Екінші, бұл бізде үйіміздің сыртқы әжетханасы бар. Мына тұста үйіміздің, жүріңіздер, банясы бар. Киім шешетін орын, жуынатын орын, және де мына тұста үйіміздің парилкасы бар. Аула негізі керемет, өзіме ұнап тұр, жүріңіздер. Мына тұста үйіміздің жаңағыдай картоп сақтайтын енді бөлмелер көп. Алдағы уақытта өзіңіз керек бөлме болсаңыз болады ғой, енді істегіңіз келеді. Енді бұл үйіміздің времянкісі, летний кухня. 2 бөлмелі. Мына жаңа цокольный қабатымызбен осы жақтан кіруге болады. Жаңа есігіміз осы. Ауламыз тәшкіленген. Так. Мына тұста үйіміздің несі бар? Котельный бар. Жылуы барлығы осы жақта тұрады. Мына тұста үйіміздің несі? Жаңа ошақ тұратын жер. Барбекю жалпы. Склад. Аты заттарды қоюға арналған. Енді осы барынша сіздерге енді видео болғандықтан тез-тез таныстырып шықтық. Асықпай кеп көру үшін хабарласыңыздар, мына жаңа жаздық тапчанымыз. Осы коттедж сатылымда толық ақпарат білу үшін астында көрсетілген нөмір бойынша хабарласыңыздар. Мен сіздерді күтетін боламын. Рахмет, сәтті саудасы болсын, бұйырсын сізге.